Бірақ ұлттық құндылықтарды айтпас бұрын, қане сендермен ойын ойнап алайық. Ойынның аты балалар миғаша болдаймыз ба? Иә. Ал қараңдар, мен сұрақ қоямын, сендер сұраққа балалар толық жауап бересіңдер, жүре ма? Ал біз қандай мемлекетте тұрамыз? Берейік? Біз Қазақстан Республикада тұрамыз. Жарайсыңдар. Қазақстан мемлекетінің бас қаласы қалай аталады? Астана. Қалай жауап береміз балалар? Қазақстан Республикасының бас қаласы Астана. Айсұлтан, иә? Толық жауап береміз дедім, иә? Әрі қарай Қазақстан Республикасының президенті кім? Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Жарайсыңдар балалар. Біздің Қазақстан Республикасының қандай рәміздерін білесіңдер? Жылтам, кім айтады? Қалай жауап береміз балалар? Қазақстан Республикасының рәміздері балалар, әнұран туралы тақпамызды білеміз бе бәріміз? Бірақ біреуіміз ғана айтып беруіміз керекпіз. Кім айтады? Айна қатты айтады. Айның майда аспаны, біздің туы бояуы, оның қамын қашаны керіп қояды. Жарайсыңдар. Ал енді балалар, елтаңбамыз туралы тақпақ кім айтып береді? Биікке шаңыға, буаған алды көк туде, қанатты құс ағыма екі жағы көмкереді. Жарайсыңдар. Біздің ұлтымыз қандай? Ұлтымыз қандай? Қазақ. Қалай жауап береміз? Біздің ұлтымыз қазақ. Ал біздің тіліміз қандай? Біздің тіліміз қазақ. Сәле. Ал енді қазақ туралы, қазақ ұлты туралы тақпақ кім айтып береді? Қазақты жамандама қазақ бала, ал қой қазақ деген азақ қана. Мәңгілік ай астында жер үстінде, қазақтың жанашыры қазақ қана. Балалар көрдіңдер ма? Біз қазақпыз. Біз балалар тәуелсіздікті оңайлықпен алған жоқпыз. Оған қамшылық аталарымыз, әжелеріміз балалар өздерінің өмірлерін құрбан етті. Білесіңдер ма? Сол тәуелсіздікті алып беру үшін бізге біз жеке мемлекетпіз. Әр мемлекетті екінші мемлекеттерден ерекшелендіріп тұратын өзінің ұлттық тағамдары болады, өзінің ұлттық киімдері болады, өзінің ұлттық аспаптары болады. Білесіңдер ма балалар? Соның бәрін біздің ұлтымыздың құндылығы деп айтады. Түсіндіңдер ма балалар? Ал енді сол тәуелсіздік туралы, тәуелсіздік алған күн туралы тақпақ кім айтып береді? Қазақ сорлы не көрмеді, не өтпеді басынан, Сабираты батырыздар ұшын кетті жасынан, желтоқсанның солбыр ызған, солбыр күйін күндері, ұмытпайсың сол ерліктің жасынан. Жарайсыңдар балалар, көрдіңдер ма? Балалар, ұлттық құндылығымызды ешқашан ұмытпауымыз керекпіз. Оны біз құрметтеуіміз керекпіз, және ма балалар? Ал енді бізге бейне хабарлама кепті. Сол бейне хабарламаны бәріміз қане тыңдап көрейік. Не істесек екен? Білмеймін, не істесек екен? Әли аға, алған ойыншығыңызбен қалай ойнасақ екен? Айы, ол жай ойыншық емес, тапсырмаларға толы ойыншық. Әли аға, мүмкін бізге номер 67-ші шұғыла балабақшасындағы қарлығаш тобының балалары көмектесер. Табылған ақыл еткен айы, кеттік, достардан көмек сұрайық. Достар, сендер бізге сиқырлы шығыршы ойыншығымыздың тапсырмаларын орындауға көмектесесіңдер ме? Мұнда сол ойыншықты қазір сендерге көрсетейін. Не балалар көрді ма? Шығыршы ойын екен. Осы шығыршы ойыншықтың күрделі тапсырмалары бар екен. Аян мен Әли сол тапсырмаларды орындалай жатыр. Ал сендер оған көмектесесіңдер ма? Иә. Қане, бірінші келіп айналдырады, әйдеп келіп айналдыра қане. Ой, қандай цифрға келіп тоқтады балалар? 7-де балалар қандай салт дәстүр екен? Сүндетке отырғызу. Сүндетке отырғызу салт дәстүрінің балалар тапсырмасы
Онда балалар сендер төрт орталыққа бөлінгендерсіңдер. Ол үшін міне алдарында тұрған карточкалар алып, тиесілі кигізуге барып орналастырамыз, иә? Кеттік. Аспанды баспаймыз балалар, шеңбер баспаймыз. Орындана барамыз, иә? Ал бірінші, орталықтан бастаймыз. Шындасы не алдың? Көкпа, мерек, теңге алу, дайы. Асқақы бәрі бір сөзбен қалай айтамыз? Айтпаймыз. Жарайсың, бәргендер. Сендер не алдыңдар? Сен не алдың? Тақия, Ансу? Сәукеле, сосын сен? Қан, балар мынау не? Балар мынау не? Қанзол. Мынау не? Шапан. Ал енді бәрін бір сөзбен қалай айтамыз? Деп айтамыз, жарайсыңдар. Ал енді балар сендер не алдыңдар? Қайда айта қойыңдар, тез. Бәрін бір сөзбен қалай айтамыз? Бәрін емес. Айта қойыңасың? Бәрін бір сөзбен ұлттық аспаптар деп айтамыз. Жарайсыңдар. Ал енді сендер қане? Не алдыңдар? Жылдам. Кім? Амина? Май. Қымыз. Бауырсақ. Бәрін бір сөзбен қалай айтамыз? Бәрін бір сөзбен ұлттық тағамдар деп айтамыз. жарайсыңдар балалар. Қандай цифр? Қандай цифр? Қандай салт-дәстүр? Суретке отырғызып. Бұл тапсырма, салт-дәстүрдің тапсырмасы балалар, алдарында балалар. Математикалық тапсырмалар отыр екен. Асықты түстеріне қарай, цифрына қарай орналастырасыңдар. Балалар, сендер балалар, қазақтың ұлттық оюларын мына бағдар бойынша орналастырасыңдар, жере ма? Келесі тапсырма мынадай. Балалар қосып азайтады. Балалар, сендер қазандықтағы жүгерімен үрме бұршақты цифрларға, шеңберлерге санап орналастырасыңдар, иә? Бір цифр болса, бір жүгері, екі цифр болса, екі жүгерлер. Ал бастаймыз. Балалар, мені қараңдаршы балалар. Кірін тапсырманы орындады, қалаған орталыққа барып, қабылдау бөлмесінде бәйге ойын ойнауға болады. Жатын бөлмеде асық ойын ойнауға болады. Мына жерде балалар, таңыран ойнауға болады, иә, немесе шашу деген болады қыздарға. Жарай ма балалар? Кіріп бірінші бүкірді барып ойнауға болады. балалар бізде нейро жаттығу жасау керекпіз. Музыкамен қазір барып, қабылдау бөлмесіне барып, әр бала өз шкафына барып, екі саусағымен жоғарыдан төменге қарай
төменнен жоғары қарай қане жолақтақпен жүреміз. Кеттік. Байқаңдар. Шкафта барады, иә? Келесі шығышты айналдыруға келеді ортаға мерекелі ғой айналдыр. Балалармен қандай салт дәстүр? Сау кесудің тапсырмасы балалар. Бізге мынадай қазанды бойына елікті. Бұл қазанды бойына балалар біз сауат ашудан тапсырмаларды орындаймыз жүре ма? Қане ойымызды бастамаз бұрын қане шеңбермен жүріп тақтамыз айтайық қане. 1, 2, 3 қане. Шеңбер бойы жүреміз. Алып отырайық, аялдайық, қайта жүріп жалғызбайық. 1, 2, 3, 4, 5 ойымызды бастаймыз. қандай әріп сендерге түсті, сондай дыбыстан басталатын заттарды өздерінің ұяшықтарына саласың. Бастайды Мансұр ма? Сумка, сырға, сағат деп балалар қалай ойлайсыңдар? С дыбысы дауысты ма, әлде дауыссыз ба? Дауыссыз. Неге? Қалай тұттың? Я, қандай түспен белгілейміз оны? Көп, дұрыс айтасыңдар. Енді Айша, сенде қандай сөздер келді? Айта ғой. А. Ай. А. Қандай дыбыс? Дауысты. Неге? Жетіліп созылады. Қандай түспен белгілейміз? Қызыл. Жалпы балалар дыбыстар нешеге бөлінеді? 2-ге. Қандай болып? Дауысты, дауыссыз. Жарайсыңдар, дауысты, дауыссыз. Ал енді әріптер. Қандай әріптер? 2-ге. Қандай болып бөлінеді? Жазбады. Жарайсыңдар, балалар. Әріп пен дыбыстың айырмашылығы неде? Дыбысты біз. Естиміз, айтамыз. Әріпті біз. Көреміз, Жарайсыңдар. Ал енді қазір біз енді буынға бөлеміз. Кез келген балаларға сұраймын, жүре ме балалар? Санжар, сенде мысалы, оймақ деген сөз. Қане, оймақ деген сөзді буынға бөлші, қане? Неше буын? Неге 2 буын балалар қалай ойлайсыңдар? Өйткені бұл сөзде дауысты дыбыс бар. Айбек, сенде тарақ деген сөзді қане буынға бөлші? Неше буын? Неге 2 буын онда? Өйткені бұл сөзде 2 дыбыс бар. Балалар, бұл ережені ұмытпаңдар, жүре ма? Әрі қарай, енді сөйлем құрамыз. Кез келген сөзден балаларға сөйлем құрамыз. Сосын тиын, тау, тағайы. Ал енді сен маған тау туралы сөйлем құрастыршы. Айта ғой. Мен тауда жүрдім. О, неше сөзден қалған? 3 сөзден. Мен тауда жүрдім. Балалар, соңына не қоямыз? Қандай белгі қоямыз бұнда? Нүкте қоямыз ба? Леп белгісін қоямыз ба? Әлде сұрақ белгісін қоямыз ба? Сұрақ па? Нүкте қоямыз. Ал енді сұрақ белгісі қойылатын сөйлем құрастыршы. Мысалы. Сен тауды көрдің бе? О, сен тауды көрдің бе? Көрдіңдер ма балалар? Бе деген ол да кішкентай сөз, 4 сөзден құралған екен. Әрі қарай енді балалар, лепті сөйлем құрастырыңдаршы маған. Тау туралы болсын, алма туралы болсын. Тау қайда? Сен сұрауысың құрастырдың, иә? Ал енді балалар, лепті қайда бар? Кезінде. Менің мамам шығып кетті. Менің мамам шығып кетті. Біз қалай айтып тұрмыз? Ренжіп айтып тұрмыз. Егер де біз ренжіп айтып тұрсақ, егер де қуанып айтып тұрсақ, сонда не қоямыз? Леп беріс.
балалар керемет тапсырманы сендер дұрыс орындадыңдар, иә? Қане мына жинастыңдар, ана жерге орындап қойыңдар, бәрі. Балалар ортада ақша тасқандар, иә? Қырқынан шығару салт дәстүрінің тапсырмасы балалар. Сергіту сәті екен. Оюға байланысты біз қазір сергіту сәтін жасаймыз. Қане бәрін жағалында қане. Қандай салт дәстүр? Бұл арқауыңызды, иә бала? Бұл әр бала өз орталығына барсын, иә? Өз үстелдеріне барып шығармашылық жұмыс жасайды. Ою өрнектерді балалар, сендер балалар гуашь бояумен жұмыс жасайсыңдар. Сендер балалар елу сантимен жұмыс жасайсыңдар. Балалар сендер мына оюларды тоқымаш жүгтермен шығарып ал сендер балалар мына себепті үлгі бойынша ал бастаймыз. Ең бірінші проблема балалар қызды сөйледі. Ал бастаңдар. Стекло бір жағынан апасың ғой, қолын кесіп кетуі мүмкін. Сондықтан мынандай. Жоқ, бұл стекло емес, кейбір садиктерде. Иә. Мына тряпка. Біз балалар қазақ болғаннан кейін біз өз отанымызды, өз жерімізді жақсы көріп, құрметтеуіміз, қастерлеуіміз керек, дей ма? Ол үшін бізге әдепті бала болу керек. Қане қонақтарға біз әдептілік туралы тақтағымызды айтып берейік. Бәріміз айтпаймыз. Кез келген баладан сұрайын, сол кез келген бала сол тақтақты бала өлең жолдарын жалғастырады, дей ма? Так, бастайды, шын тасбыста бол. Қарсы. Аса ал ерте
Назым? Нанды күтте қаділін қабығын бәйінде. Саусағыңды ұрмағын, салдыр салақ, Болмады. үзбе. Жолмады. Нажинені ашуланбай долданып, жауап бердің. Құр бекерге сөйлеме, болмашыға бүктейма, мақсат қоймай алдына, қыры қорқандыма, сыйла кетісіні, қақлығы қалпышыны, әдет қылып отысынды, тазалап жүртісінді. Сендер балалар біздің Қазақстанның болашағысыздар. Әрқашан ақылды болыңдар, тәртіпті болыңдар, әдепті болыңдар, және ма балалар? Үлкендерді тыңдаңдар. Ал енді